Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. 10 сәуір күні менің арнамдағы екінші толқынының бірінші видеосында 1 жыл толады. Миларыңызды ашып жіберсем, түсіндіріп кетейін. Жалпы мен видео түсіруді сонау 7-ші сыныптан бастап түсіріп келе жатырмын. Және арасында үлкен бір пауза болды. Кринжға толы видеоларды білесіздер, кішкентай кезінде қандай видеоларды түсіреді адамдар. Дәл сондай видеоларды мен YouTube орнына жүктейтін едім. Ал соны енді 1 жыл алдын мен жаңғартып осы видеоны жүктеген едім. Дуа Липаның өлеңін аударып, солай осы видеоға 1 жыл толады 1 сәуір күні. Және менің ойыма бір нәрсе келді. Не себепті мен алдыңғы сонау бұрынғы видеоларыма реакция түсірмеске. Солай менің YouTube'тағы ең алғашқы осылай YouTube'қа деп түсірген ең алғашқы видеома қазір реакция түсіреміз. Яғни арнаны бастамақшы бұрын сен бірінші өзіңді таныстыруың керексің, иә? Дәл солай мен тег түсірген едім өзім жайлы, сол кезінде өзімді таныстырдым, анау-мынау. Енді соған қазір мен реакция түсіремін. Ол видеоны көрмегеніме бірталай болды. Сол 7-ші сыныпта ашқан, мен соңғы рет көрдім. Солай қазір бізде соған реакция түсіреміз. Кеттік! Жалпы сол 7-ші сыныпта менде нақты мақсат бар еді. Осы не себепті қазақша контент жоқ деп сол кезінде ойлайтынмын. Дәл сол мақсатты мен қазір де түсіріп келе жатырмын. Сол қазақ ютубын дамыту үшін сіз де өзіңіздің үлесіңізді қоса аласыз. Ол үшін бар болғаны менің арнама тіркелу. Солай маған қолдау көрсетесіздер және тіркеліп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Тіркелмеген болсаң міндетті түрде тіркел. 126 қаралым 5 жыл алдын 24 қаңтар 2006 жылы салынған. Тағы сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыз. Менің басқа да страничкаларым ойбай, ВК, Инстаграм. Спасибо за просмотр. Тег өзім жайлы Аружан Продакшн, жер планетасы Аружан деп қойғам атын. Жалпы бұл видеолардың бәрі менде закрытый доступта тұр. Егер де осы видеода 200 қаралымнан асса, мүмкін осы видеоны ашып қалармын. Сөгенде барлықтарыңыздар көре аласыздар. Басталды, жерге таяқ тасталды. Сәлем, менің есімім Маржан. Бүгін мен өзім жайлы толығырақ айтамын. Менің даусым қазіргіге қарағанда жуанырақ. Қараңыз, толығырақ айтамын. Айта ғой. Яғни де мен өзім құрастырған сұрақтарға өзім жауап беремін. Өзім құрастырған сұрақтарға өзім жауап беремін. Сондай аянышты естіледі. Біз бастаймыз. Бастаймыз. Ең алғашқы сұрақ, сенің толық аты жөнің. Менің толық аты жөнім Асылханова Аружан Нұртасқызы. Еш нәрсе өзгерген жоқ. Дәл солай Аружан Асылханова Нұртасқызы. Екіншісі. Жасың, жылың, күнің. Мен 2003 жылғамын. 8-ші қыркүйекте туылғанмын. Бұл күн жайлы айта кетсек, бұл күн жайлы мен бір кітаптан оқыдым. Всемирный день грамотности және де день мира. Және де осы 8-ші қыркүйекте Мәдина Сәдуақасованың туған күні. Және де все болды. Және де бір нәрсе жалғастырайын деп жатыр едім. Жалпы осы күнін мен шынымен де бір кітаптан оқыдым. Қазақстан тарихы ма, сондай кішкентай бір кітап. Сол кезінде 8-ші қыркүйек жайлы оқыдым. Дәл сол бұл жалған ақпарат емес. Және соңында мен тағы да бір кісінің туған күнін айтқым келді, жарайды деп қоя салдым. Сол әлі де есімде, айтқым келіп, айтпай қалғаным сол есімде. Әлі еш нәрсе өзгерген жоқ. Жұлдызың не? Мен Бикешпін, яғни де орысшалап дева. Ата-анаңның есімі менің папамның аты Нұртас, анамның есімі Эльмира. Ойбай, нау вообще тупиттап қалды ғой. Телефоннан көре салсақ қайтеді. Сөйтейікші. Компьютерін құрсын. Телефоннан көремін. Қазір. Техникалық ақаулар айып етпейміз. Қазір тез көрейік. Телефоннан, себебі компьютерден көру unreal. Апаң, ағаң, сіңілің, інің бар ма? Я, әрине бар. Мен 2 туған әпкем бар, ал қалған туған емес, яғни де туысқандарымның сондай бар. Көрдіңіздер ма? Айтамын да сіздің деп көстемесін деп
Аружан. Басқашасы ғой кәдімгідей, мен қазір өйтіп істемеймін. Сені үйдегілер қалай еркелетеді? Мен есіммен атағанда да айта салайын, өйткені қалғандары элементарный, барлығын білетін. Айналайын Сондай. Біріншісі Аукан Шаукан, Арука, Ару. Және де мен мамамның көп айтатыны ақыл. Осы жайлы айта кетсем, расымен де қазір де мені сөйтіп айтады, Аукан Шаукан, Аукантай, Арука, Ару деп. Және ақыл деген ол мамамның фирменный сөзі. Осы кезінде мен өстіп айтайды, бірінші ақыл, екінші ақыл және үшінші ақыл деп. Себебі менің екі тәтемнің балалары бар, жақында дүниеге келді. Соларды енді бірінші ақыл, екінші ақыл, үшінші ақыл деп айтайды. Солай маманың фирменный сөзі ақыл. Жалпы еш нәрсе өзгерген жоқ. Жан достарым кім екен? Сыныбым. Қай жерде тұрасың? Жер планетасында, Қазақстан Республикасында, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы. Адрес айтпағаны шүкір. Мектебін, сыныбын. Номер 9-шы мектебінде 7-ші сынып оқушысымын қазір. 2015-2016 жыл аралығындағы оқу жылында 7-ші сыныбымын. Рахмет. Сол мектепте мен бітірдім. Қазіргі таңда университетте оқимын. Жалпы дәл сол мектепте мен бітірдім. Қандай тамақты ұнатасың? Қандай тамақты ұнатамын. Дәмді болса барлығын ұната беремін. Ешнәрсе берген жоқ. Дәл солай дәмді болса бәрін жей беремін. Бос уақытында не істейсің? Бос уақытында не істеймін? Шешемнің бірінші ғасырдағы барлығы бос уақытында істейтін ол әрине де ғаламторда отыру, телевизор көру, компьютерда отыру, телефонда отыру. Ал мен болса, мен де бос уақытында осылай істеймін, дегенмен де мен пианино тартамын және де кітап оқимын. Андасың? Осы кезінде мен бірінші жыл қатысып жатыр едім пианиноға. Солай соны ойнайтын едім. Енді оны бітірдім. Қандай түсті ұнатасың? Маған кораллы ұнайды және де қызыл. Қазіргі таңда мүлде жоқ ұнайтын түсім. Бәріне бірдей қараймын. Қай жерлерге қатысасың? Мен домбыраға 2 жыл қатысқанмын. Және де 2 ай қатысқанмын. Ал балдық би, яғни де бальный танцы, оған яғни де танго, ча-ча, самбо, медленно. Жалпы артындағы шу тәтемнің шуы дайындалып жатқаны, соның артында мен видео түсіріп жатырмын, қаяқтағы жаңа тәйк. Көрдіңіздер ме, кәдімгідей бір бөлмеде бәріміз тұрып, жаңағыдай сол кезінде жеке бөлмем жоқ еді ғой қазіргідей. Айтпақшы, менің соңғы видеомды көрдіңіздер ма? Сол жақта мен өзімнің бөлмемді ауыстырамын. Соны көріңіздер міндетті. Вальс и так далее. Оған мен 2 жыл қатысқанмын. Ал қазір мен пианиноға қатысам, фортепианоға, музыкальный школаға 2 жыл. 2-ші класспын, яғни де. 2-ші сынып. Қандай әндерді әншіні ұнатасың? Әнші болса барлық ұната беремін, бірақ кейбірлері білмеймін. Күшті әндері бар да, оларлы мен ұната беремін. Барлығын айту үшін маған көп уақыт керек. Ал топ, прям үздік топ, мен ойымша Bonnie M. Менің ең сүйіктім. Видео аяқсына өшіп қалды. Сондықтан ойбай. Распутинге келдік, жаңа өлеңге Bonnie M. Әлі де сүйікті тобым. Сонау 80 жылдардағы топ. Сондықтан қазіргі таңдағы тренд, менен қалған тренд. Және де қандай сериалдарды, киноны ұнатасың? Ол да әншілер сияқты көп уақыт кетеді. Және де менің қазіргі көріп жүргенім Чалу Кушу, Королек, Птичка Певчая. Бұл сериалды шыдай керек. Әшейін мамамен, тәйтемен көріп, әшейін бір қасында отыра салы көретін сериал, оны соңына дейін көрген жоқпын. Әшейін білгенді айта салдым, себебі ол кезде мен мүлде режиссер боламын деп ойлаған жоқпын. Маған фильмдер, сериалдар мүлде көрмейтін, мен максимум мультфильмдерді ғана шығар көретінмін. Сондықтан бұл кезінде вообще мен миымда жоқ, что мен режиссер боламын, что менің болашақ мамандығым сол киноға байланысты нәрсе. Барлығын осыны рекомендуем.
Көрдіңіздер ме, менің сөйлеуім кішкене қиынырақ, себебі ешқандай сценарий жоқ. Әшейін ала салдым өзіме. Өзім анкетамды сол жақтағыны өзім жауап беріп отырдым. Сондықтан кешірім сұраймын, кішкене қателіктермен сөйлесем осы видеода. Ал бәріне рекомендую дегенде жалғыз көргенім сол. Басқа ешнәрсе рекомендация еткен жоқпын. Келесі сүйікті актер, актриса. Я қазір мен кішкене ғана айта салайын, ол Серік Шәріп, және Джуринская, Аружан Жизылбекова, Селена Гомез, және де Гүлнұр Жоланова, және тағы басқа. Қазір есім кішкене де бесеуін айтқаным ба, еще не деген патриотпын. Қазіргі таңда айтсам тек қана шетелдегілерін айтатын шығармын, өкінішке орай. Жалпы список әрине өзгерді. Әшейін сол кезінде мен қыздар дейтін сериал бар еді, соны көретінмін. Әшейін соны айтсаған едім. Бірақ салыстырғанда Селена Гомез әлі де сол спискта бар. Менің сүйікті әншілерім, актрисаларым. Және мына жақта Селена Гомез көп, фук көп. Жалпы маған Селена Гомез әлі күнге дейін ұнайды, осы кезден бастап. Не деген патриотпын. Қандай видеоблогерларды көресің? Ол жауапқа жауап беру үшін. Сол сұраққа жауап беру үшін оны менің каналымдағы подпискалардан көре аласыздар. Мен қайсы маған ұнайды, автоматически мен соған подписка істей берем, көре берем, просмотр сыйлаймын. Сіз де маған тіркеліңіздер. Болды. Тағы да сұрақтарыңыз болса, оны комментарияға жаза аласыздар. Және де сіздермен болған мен Аружан Аснаханова, каналының аты Аружан Продакшн. Және де көп видеоблогерлардың айтатыны, барлық видеоға лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар. Және де менде бір шартым бар. Яғни де видео ұнаса, астыға комментарий жазып, видео күшті ұнады деп. Ал ұнамаса, лайк басып, пока. Не деген хитроямын мен. Көрдіңіздер ба? Ұнаса, комментарий жазыңыздар. Ұнамаса, лайк. Сол кезінде хейтерларға да табылады, ұнайтындарға да табылады, және маған ешқандай зияны тимейді. Не деген мы. 7 лайк және 1 дизлайк. Дизлайк баспа деген өзінде де басады адамдар. Мен әлі де таңғалып отырмын, мен даусымның басқаша болғанына. Жіңішкерек болған ба, әлде жуандалған, мен түсінбей қалдым шыны керек. Қалай. Окей. Сонымен бұл менің алғашқы осындай ескі видеома реакциям. Бұндай видеолар көп шыққанын қаласаңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, ұнады, ұнамады деп. Жалпы бұндай видеолар менде өте көп. Кринжға толы видео, ойбай, жеткілікті. Осы видео ұнаса, менің артыма 600 тіркелуші болса, мен соған да түсіремін мүмкін. Бәрі де сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан сіздермен болған мен Аружан. Арнаға тіркел, лайк бас. Сау! Продакшн. Вау! Басты нәрсені айтуға кетіппін. Осы бір жылдың ішінде менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Көрермен саны аз болғанымен мен үшін көп. Сондықтан үлкен рахмет тіркеліп жатқандарыңызға. Әлі де қызықты видеолар болады. Әлі де күшті видеолар қызықты саламын. Сондықтан сол демеулеріңізді күтемін, поддержкаларыңызды күтемін. Арнаға тіркел, лайк бас. Рахмет!